Ассалаумалейкум достар, қалайсыңдарсың біріміз Диас күнінде мен ютубқа оралдым. ютубқа наконец-то оралдым. Араға 4 апта салып па, болыпты достар, видео салмағаныма. Оның бәрі жай ғана менің телефонымның памятіне байланысты. Жарайды, бүгінгі біз ол жайлы талқылайын деп тұрған жоқпыз. Бүгінгі де мені ютуберлер 4 спотпен құттықтағанын айтатын боламын. Қандай ютуберлер мені құттықтады, кім мәтінмен, кім голосовой сообщениемен құттықтады, соның бәрін осы видеода білетін боласыздар. Сіздер видео басыңыз бір ана жазып, лайк басып, каналға тіркеліп араласып кетіңдер. Айтпақшы 4 подписчикке рахмет. Комментарияда да құттықтап атқандар болса, сендерге рахмет. Сендердің арқаларыңда осы 4 подписчикке жеттік. Алла қаласа 500 подписчикке дейін давить етіп тастайық. Ал ендеше мен не көп сөйлеп тұрмын. Біз видеомызды бастаймыз. Достар, бірінші ютубер, бұл ютубердің аты Дервин, мен онымен, яғни кейбіреулер таниды, кейбіреулер танымайды, бірақ бұл менің роднойым, короче. Ал сіздер достар, бұл мәтінмен ешқандай жазған жоқ, бұл голосовой сообщениемен, сіздер бұның голосовой сообщениесін көріңіздер. Ал мен дауысын кішкене көтерейін. Не сервер ашылды деп айтқаны. Короче, менің Қазақ Майн деген серверім бар. Оны сіздер көрсетем. Опа, достар, маған исламның өзі жазып отыр. Диас, қалайсың? 400 подписчик құтты болсын, достар. Дәл жазып отыр, давайте жазып жібереміз бұған. Рахмет, ислам. Саған да келсін осылай 300 подписчик, 400 подписчик деген сияқты бұйырсын. Енді достар, келесі Есбол, реакция түсіретін кәдімгі Есбол. Бұл да контенті өте қызықсыз болып кетті соңғы кездері. Есбол, саған айтарым, контентіңді қызық қылып, ұзақ қылып түсірсең, қызық болар еді. Мен де сосын реакция түсіретін едім. Что-то Есбол құттықтап кет, бұл сондай видео дегенге құтты болсын деп жазып жіберіпті. Айтпақшы достар, бір айтарым бар. Негізі мені Нурка құттықтаған болатын. Бірақ оның құттықтаған нәрсесі Қазақ Майнынан жоғалып кетіпті. Енді оны көрсете алмаймын. Бірақ достар, ол құттықтады. Нурка, рахмет саған. Мен оған рахмет деп жазып жібердім. Біздің осы Қазақ Майнында құттықтаған болатын, бірақ мен группаны осылай бір тазалау дегенге қойып қойған болатын. И солайша бүкіл сообщениелер өшіп, қайтадан біз сөйлестік. Себебі менің телефоным көп сообщениеден қатып қалғаннан кейін, достар. Жарайды, бізде Нурка мен Нургиза құттықтап қойған. Яғни олардың бірақ бізде құттықтаған мына жерде хаты немесе голосовой сообщениесі жоқ. Бірақ оларға рахмет. Айтпақшы, достар, мені Диас досы да құттықтап қойған еді. Елебі құттықтады ма, құттықтамады ма білмеймін. Бірақ мен оның, достар, онымен ұрысып қалып, оны блокқа тығып тастаған едім. Давайте оны блоктан шығарамыз. Короче, келесі адам бұл кізір Мадик. Достар, бұл Мадик, короче, білесіңдер, бұл қазір көбісінің есіне қалмады. Бірақ бұрынғы легендалардың бірі. Яғни менің серверімде ойнаған, мен бұның серверіне айтқанда реклама жасаған бір шортысымда, сіздер көрсеңіздер болады. Мен жаздым, 400 подписчикке жеттім, құттықтап кет, бро деп. Ау, что там, не болды? Құтты болсын деп жазып жіберіпті. Рахмет саған, Мадик. Қолдауың, құттықтап кеткеніңе рахмет. Келесі адам бұл Тайка. Тайка, құтты болсын, яғни мен оған жаздым. 400 подписчикке жеттім, құттықтап кет, бро, құтты болсын, родной деп жазып жіберіпті. Рахмет саған, Тайка, осындай қолдап жатқандарыңа бәріңе рахмет. Осы видео, достар, 300 просмотр жинаса, келесі видеода мен 20 минуттық видео түсіретін боламын. Дәл сендер үшін Майнкрафт бір ойыннан. Майнкрафт немесе басқа бір ойыннан, бір картадан 20 минуттық видео түсіретін боламын. Көреміз енді, памятке байланысты. Келесі адам бұл Манс. Мен Манс дегенді танисыздар ма, оның каналы бар ма еді, ұмытып қалдым, достар. YouTube каналың болды ма, Манс? Комментке. Міне осы ғой деп жазып кет. Сосын комментке. Мен бүкіл, мен қолдаған, маған күш берген адамдардың, яғни ютуберлердің тізімін осы жерге қоятын боламын. Яғни описанияға өтіңіздер, сол жерде бәрі бар. Егер кейбіреулеріңкі болмаса, онда олардың яғни мен оларды, айтқаннан домалақ бір какой-то назад қояды ғой. Сол кезде олар көрілмей қалғаны кезден кейін мен оларды қоя алмай қалдым. Мысалы, Есболдың несі жоқ. Білмеймін мен ол жағын. Ол маған құтты болсын деп жазып жіберді. Рахмет саған, Манс. Ибрахим деген балаға жазған болатын, оның каналы осы, бірақ ол маған жауап бермеді. Достар, мен Диасқа осылай айтқан болатын. Короче, Диасын видео түсіріп стопқа қойдым да, мен құттықтап кетші 400 подписчик.
Анда узундай айтмаш. Айтайын. Қостым ал. Давай басач. Диас, сенің 400 подписчик болсын. Молодец. Подписчик. Ешештен видео түсіріп жатыр. Лайк басыңдар. Каналға келіп, комментарий Оста Диасында каналы бұның каналы бағана кеткен болатын. Ол канал жақында ашты. Давайте достар, аптаның ішінде Диасқа 100 подписчик. Сонда ол өте көп минуттық видеолар Майнкрафт туралы. короче, Диас, Бар. Достар, айтпақшы. Так, короче, сен сөйлеп ал қазір. Басқа ютуберлер сен 9-шы ютубер жатқан. Құттықтап жатқан саған. Рахмет саған көмектескеніңе былайша. Ошым, Диас қазір оралам. Бітіріп алайын. Сөйлесем жады. Давай. Так, достар, келесі ютуберге кеттік. Бұл достар Сико. Яғни Сикомен құттықтаған болатын. Сико құттықтап кет, 4 спотқа ақыры жеттім деп жаздым. И ол құтты болсын деп жаздым. Рахмет саған, Сико. Саған да рахмет, бәріңе рахмет. Уақыттарыңды бөліп, осы хатты оқып құттықтап жатқандарыңа. Де қосып қояйын, бұлар Алик. Негізі Аликтің басқа аккаунты бар. Но мен ойлаған жоқпын. Оның басқа аккаунты бар екен білмедім. Сондықтан достар, ол қазір бос емес болуы мүмкін. Сондықтан мен оған жаза алмаймын. Мен білмей қалдым достар, ол новидан аккаунт ашқанын, бұл номермен ауысып кеткенін. Сондықтан мен бұған жазған едім, бірақ ол жауап бермегенде мен көңілім түсіп, мен себе кеттім ма деп ойлап қалғам негізі. Содан кейін ол Аникон құттықтады. Чотам Аникон қазір ашсын. Чотам Аникон құттықтап кет 400 спот. Сен 400 спот болса менің туған күнім. Мен жаздым, сосын туған күніңмен неше толып атсың, сабағыңды 5-ке оқым, 1000 подписчикке жет, 12, сенікі де құтты болсын 400 спот. Құдай қаласа 1000 одан да көп потқа жет. Мен рахмет деп айттым, давай деп біз қоштасқан болатынбыз. Келесі ютуберге біз кеттік. Ютуберді білмеймін, ол да ауыстырған шығар мүмкін. Бұл ютубердің аты ескі қоя, жоқ ауыстырмапты, ол кеше кіріпті, бірақ бұны оқымапты. Походу мені блокқа ма тыққан шығар, или мені менсінбей кетті точно. Тағы да Нұрасыл кезет, бұл вообще кірмей кеткені біраз болды, телеграмды өшіп тастаған деймін. Достар, Хенон дегенді ютубер ма, ютуб бар ма білмеймін, бірақ ол да мені құттықтаған болатын. 4 спотқа жеттім, құттықтап кет бро дедім, ол менің роднойым десем де болады. Құтты болсын деп жазып жүріпті. Рахмет саған. Так, короче, Мико да менді, өшім айтқанда, игнор ұстап, маған ответ бермеген, бірақ кеше 1:00-де кірген екен. Бұл Ақназар да тура солай. Нұрдәулет те тура солай. Походу Нұрдәулет достар бір группада құттықтады деймін, мен іздеп көрейін. Жоқ достар, таба алмадым мен Нұрдәулеттің мүлдем сообщениесін. Жақсы достар, бізді Эджоки құттықтады. 4 спотқа жеттім, құттықтап кет бро дедім, ол маған базар жоқ, құтты болсын деп жазып жүрді. Мен бұған рахмет жазбаппын. Короче, рахмет дей салайық. Келесі ютубер деймін, походу достар, шорттар талып тұратын. Короче, бала деймін ба, не деймін, солай, короче, 4 спотқа жеттім, құттықтап кет деп бұғаны жаздым. Бұл да мен роднойым, бұл екеуміз көп сөйлескенбіз, бір серверде болғанбыз, аты Күншахар. Еші что, легендалардың бірі ғой, короче. Құтты болсын деп жазып жүрді, мен рахмет дедім. Досыңға жаздым, яғни досың кезет. Өшін, бірақ ол менікін оқып, бірақ жауап бермепті. Өте аянышты. Мен сайтқа да жаздым, ол да маған жауап бермеді. Өзінше ютуберлердің бірінің қатарына қосып қойдым оны. Айтпақшы, мені Сұлтан құттықтады. И ол 4 спотқа жеттім, құттықтап кет дедім. Құтты болсын деді, рахмет деп жаздым. Сен видеодасың деп жазып жүрдім. Сен видеодасың, Сұлтан. Рали досым дегенде менікін игнорировать етті. Өзінше ютуберлердің қатарына бұны да қосамын.
келесі ютуберге кеттік. Сосын достар, маған ертесіне ма, в общем, Еркош жазған. Қалайсың Диас, мен жазыпсың ғой. Маған келмейді енді көріп тұрмын. 4 спот құтты болсын деп жазып жіберді. И мен рахмет, қалайсың өзің деп жазып жібердім. Ары қарай сөйлестік, сондай, оны сендерге маңызды емес. Бұл видео ондай тақырыпта емес. Кронға жаздым, походу оның аты Крон еді, иә. Кронға жаздым, 4 спотқа жеттім, құттықтап кет дедім. Айтпашы, Кронның YouTube каналы, осы YouTube каналдағы осы ссылкаға кіріп, яғни, короче, мен бұның каналын ссылкаға тастап кетемін, яғни описанияға. Жоқ, комментке тастап кетемін, комменттен сендер көріп, Кронның каналына жазылып, астына Диас YouTube қыздан келдім. Керемет контенттер түсіреді екенсің, дами бер деп жазып кетіңдер. Және осындай қолдаудың смайлигі дей ма, соны қалдырып кетіңдер астыға, толтырып. И тіркеліп кетіңдер деп жазып жіберді. Құтты болсын бро деп маған жазып жіберді. Яғни ответ қайтарды, мен рахмет дедім бұғанда. Байы достар, менде Бекс құттықтаған сияқты, либо ол менде жоғалып кетті. Яғни ол да қазақ майында құттықтаған шығар. Білмеймін достар, білмей тұрмын ол жағын. Көп ютуберлер құттықтаған, бірақ олардың көбісі менде өшіп кеткен, немесе мен оларға блокта тығып қойып, мен олармен ұрысып қалғам, және олардың сообщениесін оқығым келмей, оларға ренжіп қалғам. Ну, короче, егер осы жерде қалып кеткен ютуберлер болса, сендер ютубтан қарап атсаңдар, комментке жазыңдар. Мысалы, менде Дидидің ешқандай телеграмы жоқ, олар точно комментке жазады. 4 спот құтты болсын, ана мынау. Көріп отқан ютуберлер сендерге де осы спот бұйырсын, егер осы спотқа жете алмаған, яғни 100-де жүрген адамдар болса, осыны. Опа, Бекс кіріп отыр достар, давайте мен оған жазайын. Достар, оқымай атып, что-то менсінбей тұрман, достар, білмеймін мына жағын енді. Сәл күтіп көрейін достар, бір 10 минут. Мен досыма жазып көрім, ана Ибрахим дегенге ответ қайтарса, ответ қайтарды, қайтармаса ренжідім оған. Бұл высети отқан жоқ, демек, мен бұны монтаждама бір жерде қоса саламын, яғни құттықтады деп. Көреміз енді, кешке дейін күтеміз. Ответ қайтарса қайтарылды, қайтарылмаса қойды. Достар, вообще немді қараған жоқ. Егер Бекс көріп отсаң, комментарияға жазып кет, хотя мен ренжіпеу үшін. Қатырдың е. Бұл походу мен блокқа тұқтаған ес. Понятно. Достар, мен қазір дәл осылай жаздым. Ол маған боқтап, немесе бірдеңе деп жазып жіберуі мүмкін. Көреміз енді. Жазған сияқты болды, бірақ жазған өшіп тастады. Мен не қылды? Құтты болсын дейді. В общем, Ясин де құттықтады. Рахмет деп жазып. Все, болды. В общем, достар, енді қай ютубер қалды? Ешқандай ютубер қалмады. Бекс көрді енді, күтейік енді бұдан жауап. В общем, достар, осымен видео аяқталды. Сіздермен болған солай Диас, егер өсіңіз лайк басып, тіркеліп кетіңдер. Комментарияда құттықтап жатқан ютуберлерге рахмет. Сіздермен болған солай Диас. Пока-пока. Чао.